Эй, WhatsApp, бәріңе сәлем, бұл кезекті влог. Бүгін тағы да Алматы қаласындағы киберспорттан турнирлардың қалай өтетін бірге көретін боламыз. Бұл жолы енді сәл әдемілеу жерде, біз Алматы қаласы Саду Арена деген жердеміз. Бұл роликтің демеушісі Қазақстандағы ең сенімді букмекерлік кеңсе 1xbet компаниясы. Егер жоғары коэффициенттер, жылдам төлемдер іздесеңіздер, тек осы жерде. Және Leo 65 промокоды арқылы алғашқы депозитке 100% бонус алуды ұмытпа, сілтеме комментарийде. Мен эвакуация жерінде тұрмын. Мына жерде қарап көрсетіп қой. Эвакуация кезінде жиналып орнына. Если бір жерде өрт болып жатса, немесе жер сілкініп жатса, ошақ келіп тұрып аласыңдар. Еш нәрсе болмайды. Гарантия мынау ағаш. Короче, киберспорт Қазақстанда дамып жатыр. Өткен жолы бір торговый центр форумның ішінде жасаған еді. Бұл жолы қараңдар, қандай жерде жүрміз. Бассейн, арена ішінде. Егер біз енді қазір күз мезгілінде жүрміз, сол үшін су салқындау, әтпесе түсуге болатын еді. Не үшін жазда болмады екен, жазда болғанда мен барып түсіп қайтатын едім мысалы. Негізі жалпы осындай контенттер ұнай ма? Құрметті көрермендер, жазып кетіңдер, комментарийге барлығын оқимын, әлде түсірмей қойып бұнда влог. Просто соны білгім келіп жатыр, есі жоқ, комментарийге жазып кетіңіздер. Так, мен дауысым вроде естіліп жатқан шығар. Міне Саду Арена. Бұл жерде түсіндіріп кетейін, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінің арасында осы FIFA, CSGO және Dota 2 ойындарынан турнир өтіп жатыр. Жалпы жүлде қоры 6 миллион теңге. Короче, мына жақта көрермендерге арналған турнирлар, Fast Cup, Mortal Kombat, FIFA сияқты ойындардан көрермендердің арасында 50 мың теңгеден ойнатылып жатыр. Так, мына жерде Mortal Kombat, мына жерде FIFA 23. Так, мынау зона, FIFA-лерге арналған зона. Бұл жерде қазір 3-ші орынға Дауыс сондай қатты біле. Короче, бүгін турнирдің 2-ші күні, бүгін тек финалдық ойындар болады. Мына жерде FIFA 23-тен 3-ші орынға ойнайды, ал сахнада қазір уже джойстик FIFA мен біздің братишка 1-ші орынға таласатын болады. Так, дальше. Мына жер... Салам алейкум, қалай еттің? Как раз сен таныстырып атқан ем. Мына жер стример зонасы, Кибро, фрифайшікті танитын шығар. Және мен мына жерде Leo KZ, үшіде екеуміз отырып стрим жасайтын боламыз. Так, мына жақта Counter-Strike, Dota 2 сияқты ойындардан командалар отырады, типа ESL, Blast сияқты, қараңдар. Артта стенд, мына жақта ойыншылар отырады. Короче, мына жер Logitech компаниясының жері, жаңадан шыққан девайстарға реклама жасайды ғой. Так, мен мынау Logitech G Pro X, Тахуя X, короче, сондай бір наушник сатып алдым. Беспроводной, прям тема. Давайте поаплодируем нашим финалистам, парни красавцы. И по классике я бүгін шоу FIFA 23-ке 1-ші орынға таластан басталады. Джойстикпен және оған қарсы 2006 жылғы бала қателеспесем финалда ойнап жатыр. Жеңімпаз 1-ші орын алады және 400 мың теңгеге ие болады. Жасұлан шабуылды бастау жолдарын іздестіруде. Көреге доп қайтып келді. Жартылай қорғаныста Джуд Беллингем екеуі пас алмасып, мінекей енді ғана шабуылға жеткізді. Соққы гол, алғашқы голды көріп отырмыз. Бұл есеп ашылды 22-ші минутта, құрметті көрермен. Во всех дисциплинах составляет 6 миллионов тенге. Ну и опасный момент, еще один по дальнюю. Какая передача! Так, кішкене асықсына. Бұл жерде Неймар. Апылға пас. Ортадан кім бар? Және бұл төреші ойынның аяқталған жариялады. Да, вот так вот заканчивается этот матч. Друзья, очень уверенная победа за игроком под ником
Жасик FIFA, с этим его можно только поздравить. Ну и здесь, конечно, вышел, сделал свою работу, ушел. Короче, FIFA 23-тен турнир аяқталды. Менің қасымда менің інім, Тима інім енді. Қазақстан чемпионы атанды тағы да. Құттықтаймын. Құтты болсын. 2-0, матч бойынша. Все серии 2-0. Ешкім ұтылған жоқсың. Бір матч. Базал жоқ. 1-4. Барлықтарына ассалаумағалейкум. Жасик FIFA здесь. 1-4 финал, полуфинал, финал барлығын 2-0 есебімен жеңді. Мықты. Құттықтаймын. 400 мың теңге. Жоғамыз ғой қазір, ішеміз ғой да? Главное сол. Так, всем ассалаумалейкум. Қазір біз сату аренадамыз, ивентті. Көрермендерім менің төртеуі қалды ивентті. Қазір осы төртеуінің арасында мынау Logitech G502 деген мышканы ойнататын боламын. Сулифамен 2-2 бөлінесіңдер ма? Төртеуің бірден ма? Давай онда. Төртеуінің бірден? Кім жеңімпаз болады ма мышканы алып келеді? Сразу кете салды ма? Үстіндегі кофтасы да ақ екен. Қара, мышка тоже League of Legends G502. Болды осылай, изи. Короче, қазір экран бойынша квиз басталады, сұрақтар әртүрлі ойындардан. Кім тез жауап береді уақытысында. Үш орын алған адамға, короче, сыйлықтар бар. Бля, маған клавиатура керек как раз. Кеше бар ғой, кеше мен 31-ші орын алып қалдым. Бүгін дайындалып келдім мен, короче. Так, бірінші сұрақ. SCG International финал 2023. Итак, погнали. Вопрос номер 1. Дата выпуска Dota 2. 2000 Июль, 2000 13 сентябрь. 11, бля. 2011, походу, и блин. за баннером мне не видно, что там. Февраль 2012. Ай, Февраль. Ате. Нет, вы просто молчите. Здесь важна скорость ответа, да? Best power, best sarcasm. Здесь важна скорость ответа. Это точно. Скорость еще. Короче, 200 адамның арасында 21-ші орын алдым. Игры. Әзер ретро зона. Алдыңғы SCG-дің тоже ивентында көрсеткен кезде бұл жердегі ретро зона. Көп аяқ естілер ғой. Сега бенді сияқты 92 ставкалар. Ал байқап отырсақ, бұл жерде бір әлі жүйесімен жатыр. Короче, жүріп шаршадық турнирда. Енді соғыста да обед болған. Біз қазір VIP зонада жүрміз, арнайы. Фуршетке келдік, тамақтанамыз қазір. Короче, Dota 2 бітті. Енді CSGO-дан финал Авангар командасы мен Forward Gaming командасы ойнайды. Дойся Моладың командасы. Семен қайттан келіп амандасып кетемін ба? Сәл былай, братан деп тұрып, бет амандасып, сендерге мен сәттілік тілеуге келдім ғой, Black Magic. Рахмет. Салон Айси ма? Сәттілік жігіттер. О, чемпионский жігіт. Вот, таза чемпион. Олайсың не? Өтекте амандасың ба? Ортасында, сразу өт. Салам. Сәттілік жігіттер. Салам ба, біздің скажет? Ардақтағылар дейін. Наконец-то танитмаса Авангар.
аннигилировали, только не сделали, надругались на самом деле над командой Авангар. 16-1 на... Артында болған қарсыласын өлтіре білді Кадео, екінші Кадео! Ой, жағдай еді, басталды шабуыл, ол туралы мәлімет 100% бар екен. Көріп тұрмыз Авангар командасының өкілдерінде бұл жерде дуэльдерді біртіндеп жеңіліп бара жатыр дәл қазір Forward Gaming командасының. Энди Кинг дегеніне Знает, будет установлена бомба. Есть минус от Black Magic, но только один. И в итоге капитан команды, дефизер, играет в сложнейшем клатче, важнейшем Кадео и Моу. И все-таки выигрывает Авангар с счетом 2-1, дорогие друзья. Ну, поздравляю. Чемпионы ACG 2023. Forward Gaming. Ура! Қошеметтеріміз аямаймыз, достар! Все, достар, осымен 2 күнге созылған ACG International турнирі аяқталды. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен келген командалардың арасында тартысты ойын болды. Осы сияқты турнирлар жайында ақпараттар білгілерің келсе, менің Telegram группама тіркеліңдер. Telegram группаның сілтемесі осы видеоның сипаттамасында болады. Сендермен бірге болған Leo KZ, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі видеода кездескенше.